Ла-ла-лей деп көңілді күйдің ырғағымен тыңдармандарды билетуге көшкен Нұржан Тәжікенов арнамызға келіп сұхбат берді. Әдетте кастингке арық қыздар шақырылып, ең сүйкімділері таңдалатын. Осы жолы орта бойлы толық қыздар іздестірілді. Бір айтылғаны бар, жаңа қазақ аруы басқа да кастингтер болады ғой, мана қыз сыны деген сияқты. Сол кезде бойы ұзын өңкей арық қыздардың барлығы өтіп кетеді. Неге жаңа толық қыздарды бір бейнеклипке түсірмеске деген сондай ой пайда болды. Сондықтан да сондай бір қыздарды алдық. Өзіміздің қыздар өте жақсы, жоғары деңгейде ойнады. Әрине, көп рахмет. Нұржанның айтуынша, клипті тамашалап қуанып жатқандардан бөлек, күймен жұртты билеткені не істеп таң қалып жатқан да бар екен. Нұржан болса, бұл жаңашылдық. Кезінде Асылбек Еңсепов ағамыз да жұртты бұлай билете алмаған деп қалды. Интернет желісінде жаңа айтып отады, әннің мағынасы неге манаға ла-ла-лей деп. Ол жалпы өзіміздің қазағымызда одағай сөздер көп қой. Мысалы, гигигай, хаулау деген сияқты аталарымыз. Сол сияқты ол ешқандай мағына берілмейді. Соның ішінде жаңа қайырмасының өзіне ла-ла-ла-ла-ла деп сол осы сөзді айтады қайта-қайта. Көтеріңкі көңіл күйде шыққан әуен бұл. Сондықтан да бұның атын ла-ла-лай деп қойдық. Одағай сөз, яғни айтқанда. Бұнымен шығармашылық ізденіс шектелмейді. Жақында жаңа композицияларды жұрт назарына жеткізіп, тыңдармандардың көңілінен шығуға тырысамыз дейді.